темекіні шегетін болсаң аяқ ампутациямен 100% бітеді деген рекомендация бергеннің өзінде де көбісі жалғастыра беретіндер бар. Себебі оны тастай алмайды. Қазіргі мынау түтінсіз өнімдер қазір популярны болып жатыр ғой. Қаншалықты мынау кәдімгі темекі деген салыстыратын болсақ, әсері бар деген секілді зерттеулер іздей бастады. Қаңтарда шыққан 2025 жылы мақала бар екен. Табақтың жанған кезінде онымен қоса 6000-ға жуық элементтер шығады екен. Соның ішінде 100-ге жуық тікелей науқастың тамырларына, адамның тамырларына әсер ететін элементтер пайда болады. Түтінсіз өнімдерді санайтын болсақ, ол элементтер шықпайды екен. Сол бастапқы себепші болады екен. Қайдымғы темекі шегетін науқастар, сосын мынау түтінсіз өнімді қолданатын науқастар екеуін салыстырғанда, мынау түтінсіз өнімдердің группасында әлдеқандай төмендеген сол биомаркерлер. Түтінсіз өнімдермен мүлдем темекіні тастаған группамен салыстырғанда екеулердің биомаркерлер қалыпты болады.